Осыны қит етсе врачтардан көре бересіздер, түсінбеймін мен ше. Врачтар жаман, анау жаман, мынау жаман. Кезінде пандемия басталды да көздеріңізге бұлбұлдай ұшқан жоқпыз ба? Кеше бір больной түсті больницаға. Қорасы өртеніп ішінде қалып кетіпті. Денесінің 30% күйген, 70% сынған. Ей, мынаған не істегенсіңдер десем, өртенген адамды күрекпен ұрып жүрген ғой хайуандар. Қиратпастан, о денесің бар, мұны неменеге алып келдіңдер, бұны деймін, мен травматология алып келмейсіңдер ма? Біздің врач ондай врач емес. Оңтүстік Кореяда оқып берген, солтүстік Кореяда оқып берген. Ұзын сөздің қысқасы, пластический хирургия жасайды. 70-тегі кемпірді 18 жастар қыз қылады, 70-тегі шалды 25 жастар жігіт қылады. Кел атыр міне өзі. Операциядан шықты ғой міне. Шаршады, шынымен шаршады. Қатты шаршады міне. Шаршадыңыз ба? Ауыр болды дейме? Ауыр болды. Терісі қалынген. Қалайсыздар, жақсы, жағдайларыңыз жақсы ма? Қалдарыңыз қалай? Мен бұның алдында мясокомбинат істегем, мясокомбинатта. Бұның алдында мясокомбинатта істегем. Мал союға еп-себім болған екен, бір Алик деген жігіт бар еді. Алик таним ғой, Забаданның баласы Алик. Забаданның баласы, Алик. Сол айтты, не аласың мясокомбинатта? Жалақысы аз. Иә? Сіз мал союға бір күнде 20 жылқыны әшейін еп-себін істеп тізетін. Сосын айтты, Алик айтты, сіз пластикалық отаны үйреніп алмайсыз ба? Ана Южный Кореяға бар деді. Сонымен бардыңыз? Бардым. Оқыдыңыз? Оқыдым. Одан кейін? Содан кейін жүрмін ғой ақыры, сол Кореяда жүрмін. Северникте бітіріп келдім. Южный Кореяны бітірдім, Северникте бітіріп келдім. Аллаға шүкір, әйтеуір келдік, Алланың берген нығметі. Адам бар ма? Адамды қоя тұрсаңызшы, кеше бір келіншекке операция істедіңіз ғой, аты кім еді? Гүлмира. Еріне бір нәрсе істедіңіз ғой? Ботекс. Ботексін қайдам, ана байқысын ауызы бетіп қалды ғой? Сөйтем ма не? Ол Гүлмираға айттым мен. Қаншадасың десем, 33 деген. Жасы 33 деген. Мен айттым, қалқам-ау, шиеде ерінің бар. Керек жоқ, пышаққа ілінбе десем, Эльмира деген подружка жасады. Сол құртқан ғой, мен білем ғой. Сол Эльмираның ерінде қып бір деді. Ақшам бар ма десем, ақшам бар деді. Жасап бердім. Сонымен кетті. Еметін бұзау ұқсап деп кетті. Енді 3 күннен кейін сол Гүлмира Эльмираға барады. Екеуінің суретін көресіңдер ғой Инстаграмнан. Бүйтіп тұрған. Негізі дұрыс емес. Адам бар ма? Қарабұлақтан бір байдың баласы кеп тұр, не істейміз? Қаяқтан? Қарабұлақтан. Кіргіз. Бай екен. Келе қой. Еркек па? Көтеріп қойған ба, мені білен ау? Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Қалайсыз, амансыз ба? Сізге кеп тұрмын. Пластикалық отаны өлтіріп жасайды деді да сізді. Инстаграмнан көріп кеп тұрмын. Күннен күнге қарын кетіп баратыр аға. Осыны құртып беріңізші маған. Қаншада? 25-темін аға. 25-те болсаң, әлі жасың жас екен. Атқа мін. Пайдасы жоқ. Атқа мініп батырым, жүгіріп батырым. Ешқандай пайдасы жоқ аға. Сізге кеп тұрмын ғой, осыны құртып беріңізші. Ақшасын төлеймін. Бәрін көрдім, жазылып тұр екен. Не, горилла ішесің ба? Шем горилла. Сен горилла ішесің ба? Шем ғой. Қанша ішесің? Күніге 2 ішем. 4 іш. Неге аға? Жарылады. Ой аға, қойыңызшы. Көмек сұрап. Не үшін? Коланы газын сықпайшы. Күшті болады. Сол кезде мына жерге түседі да бите. Ой аға, көмек сұрап келіп отырмын ғой. Мына қарындышы аға алу керек та. Ақшасы бар ма? Ақшасы бар. Бар ғой ақша. Ақшаң бар ма? Аға, мына қарынды алып, 2-ге бөліп, мынаға жабыстырып бере аласыз ба? Ысырап болмасын деп жатырмын аға, қанша май ақыры.
Ne qildi? Mınаны алып мынаға жабыстырып беріңіз, ысырап болмасын дейді. Екіге бөліп, екі жақ пақ-пақ еткізіп. Ақшаң бар ма? Ақша бар аға. Үшке бөліп маңдайыңа жабыстыр. Ой, аға қойыңыз аға. Үшке бөлімде маңдайыңа жабыстырып беремін мен. Пока екеуіне жабыстыра беріңізші. Мынау қанша болады аға? Мынау 5,5 миллион болады. Мына екеуімен қанша? Қанша? 2.000 доллар десеңізші. Общий қанша? 7,5 мың. 8.000 доллар ақша беремін аға. Еңкей палуан. 8.000 доллар беремін. Ұйықтата берейін ба? 8,000 доллар бер, қол қойдыр ол. Давай, окей. Ауыртпаңызшы аға. Ертең бұлар заявление жазады. Қол қой. Мына жерге жаз. Мен Мен де. Мен Өзім жаздырайшы. Мен өзім. жынды адам құсап. Жынды адам ұсап. Жынды адам болса, жынды адам болмаса келем ма? Өзім. Ешкіммен ақылдаспай. Ешкіммен ақылдаспай. Мені сойыңдар деп. Жоқ, арыз шағым жоқ. Арыз шағым жоқ. Рахмет аға. Ауыртпайсыздар ғой? Ауыртпаймын. Қанша беріп жатсың? 8.000 доллар беріп жатырмын. 8,5 берсең ауырмайды. 8-де 7 беремін, болды кет. Әдемі ғой. Ұйықтата берейін ба? Айда палуан. Жүр, ұйықтата берейін. Ойбай. Жан, дұрыстап жүрсе бір рот солға кіріп бара жатқан әйел ұқсамай. Енді осылар келеді. Мен жалынған жоқпын, өз жалынып жатыр. Дайын ба? Болды. Ұйықтап қалды, славы екен ғой, горилла ішкен бәледі, бірақ наркозға ұйықтап қалды. Ал, сәуекел. Барыңыз. Бисмиллаху Бисмиллахиррахманиррахим. Қыбла қаратасыз, қыбла Ойбай, ой. Мынандай прием жоқ қой. Былайнан. Ойбай, кетті ау. Кетті. Бұл қарын жару деген бұл кісіге попути ғой. Бұл шықты, қарсаңыздаршы. Ана майын сілкіп жеріңіз. Ай, молодец. Болды. Ақшасын өз. Мына фантастика болды ғой аға мынау. Мына қарасаңызшы аға мынау. Қазақы қойдың құйрығындай болды ғой аға мынау. Не деген фигура мынау аға. Рахмет аға. Қолыңыз алтын екен братан. Ырза болдым. Мына қарасаңызшы мынау. Кайф болды. Өзің оңай ма? Ұнайды, мынаған жақсы. Ырзасың ба? Ырзамын аға. Болды. Шымкенттің ортасына барып, көңілімді түсірдің ғой жан дегенге жақсы екен аға мынау бар ғой. Ұнамаса тіке айта сал дегенге вообще кайф екен бір. Ырза болдым. Жазылыңыздар. Түк сезбейсіздер. Шымкент плазаның алдында мексик. Кайф екен брат. Let's go! Мына құйрық, рахат құйрық шығар еді доктор, я. Любой жерге отыра бересің, анадан сыз өтпейді ғой айналайын. Бірақ мына байық суға шомыламайды. Ертең суға шомылса құйрық көтеріп кете береді дейді. Мен білем мен оны. Каучук қолап бәрі. Сіздің не сағатыңыз білем ғой, арасында сабан тықтыңыз бір бәле қалдыңыз ғой. Каучук па? Каучук. Кішіңіздер, міне 5 маймылдың мамасы келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ағада, біз мына күйеуіміз екеуміз. Кім күйеу? Тұрмын ғой мен алдында, күйеуімен ғой, тұрмын ғой. Мынаның байы мен. Жынды ма бір бәле ғана ойналайын. Қалай жынды? Ай өтпеңіздер, жайша жүрсіздер ма? Бисмилля. Жайша жүргендағы, мен өзгеруге келдім просто да. Мен бойымда еркек гормондар көбейіп кеткен да. Көріп тұр. Мен әдем болғым келеді бар ғой. Шашымның ұшынан аяғым ұшына дейін бір әдем болғым келеді. Қашан? Сен маған осы қалпыңда ұнайсың дедім ғой, істетпей қойшы. Өзгерем дедім. Өзгерем. Ит таластырғандай болды қайда лен ау? Сабыр. Істетесіздер ме, істетпейсіздер ме? Істетеміз аға, істетеміз. Мен бар ғой, әдем болғым келеді, арық болғым келеді мен бар ғой. Мотивация ретінде мына шалбарды сатып алдым. Осыған сыйғым келеді. Ой. Сіз мына сыйғыңыз келе ма? Онда сізді пиларамен араламасақ болмайды ау. Болгаркамен жонбасақ болмайды. Сен мынаға қалай сиясың, сенің тұқымың ірі ғой, Нәзік болғым келеді мен. Қалай нәзік боласың, қойсай деймін Доғдар, мен дальнобойщикпін. КамАЗ айдаймын. Фураларым бар. Менің КамАЗым дөңгелегім мынау ауыстырады ғой. Қалай ауыстырасың нәзік болсаң? Ауыстыра берем дедім ғой мен саған. Қойсай. Жекше, сабыр. Томи жері ұқсаған бәлелер ай.
Сабур. Кешір. Не, жасатасың ба, жасап бересің? Жасатшы. Жасатам. Миымды жеп қойды ғой, жасат. Істет. Ана бар. Арманыңа жет. Қаламама оны. Болды мақұл, не болыпсың шы? Бастай берейін ба аға? Бастайық аға. Есепте. Ақшаңыз бар ма? Жетеді аға. Күйеуім фурай дейді, дальнобойщик. Ақша жетеді. Төлей алады ғой. Еді. Бастай берейін ба? Бастаңыз. Аға есепте берейін. Есепте. Ал. Мен жаза берем. Пластикалық хирургия деген өте тонкий нәрсе. Енді мені жеңше ағам төлеймін деп жатыр. Есепте берейін ба? Мысалы, мына бетіңізді жасасыз ба? Майын алдырам. Осы табандай болған бір бетіңіз, міне. $1000. Болады. Осы бір бетпен жүре бересіз ба, екінші бетпен жүресіз ба? Жасадам ғой екіншісіне. Екіншісіне да? Өткенде сұрап алған жақсы. Өткенде бір келіншек кетті да, бір бетіне пластикалық хирургия істетті да, екінші бетіне ақша істетпей қалды. Сөйтіп бүйтіп кетті. Жоқ, күлетін нәрсе емес. Жасай берейін бар жағын. Бірінші бетіңіз екінші бетіңізден айнымайды екен. Екінші бетіңізге бір шүк бере салыңыз. Міне, мынада $1000, анада $2000 Жаздым. Көзім. Блефара да? Пластикалық отада блефара деген бар. Көздің қатпарын аламыз. Алдыңызбен, артыңызбен, 8-ші мартыңызбен деп. Жоқ, енді мен скидка жасап жатырмын. 8 март қайда, 1 апрель қайда, неменеге скидка жасайсыз? Мен скидка жасап жатырмын. Сол блефараға екі көзіңізге $1000 беріңіз. Болды. Сосын аға, менде бір өтініш бар. Маңдайым жазық да аға да. Шашым мұнарға дейін келсе деп армандаймын ғой менше. Шашыңыз бүйтіп тұрса дейсіз ғой. Бұл кісінің арманы шашым өсіп тұрса дейді. Былай ғой аға, азанда үйден осылай шығам. Кешке былай болып қала береді. Май ғой астының бәрі, май. Мынаны тонналаған май жатыр. Так, общий майыңызбен, 8-ші айыңызбен деп, мен сізге $1500 беріңіз. 1/5. Тықып жасап атсыз ба, қалай қып атсыз? Жоқ, 1/5, ана асты бар, үсті бар. Есеп шығарып атсыз ба аға? Жоқ, өзім ақшам шығарамай жатырмын мен. 1/5 бере салыңызшы, Жаздым. $1500 беріңіз. Болды, сосын мұрнымды істет. Мұрын қымбат жеңше. Неше? Мұрын өте қымбат. Өйткені мұрын деген өте тонкий нәрсе. Не үшін қымбат ол? Ол не үшін қымбат? Өйткені мусор бар оның ішінде. Оны тазалау керек. Сосын мұрынның шеміршегі, пластикалық отада дәлелденген нәрсе, тура шығару бар, тура шығармау бар. Сіздің сол мұрныңызбен қосып $2000 деп қояйын. Жеңше, күйеуің. Аға, төлей аласыздар ғой? $2000. Еріңше? Дөу болса. Еріңіз мен Шымкентте жоқ ерін істеп беремін сізге. Мынау қалай? Ойбай, мына ерінге жарты пиала сиіп кететін болды ғанан. Қалай? Ерінге асты бар, үсті бар, $1000. Екінші подбородок. Подбородок. Оған май ғой енді. $500. $5. Осыны түсінесіз. Ойдағырда осы табандай болған бір бетіңіз қанша болды? $9000. $9000. Қарасы. Ойбай, немене мынау? Мынау немене беті? Бильярдтың шәрегі ұқсап қалды ғой. Жоқ, жасатпайсыз ба? Қанша болды ақшасы? $9000. Ақыр істеттің бе, до конца істетші. Полный капремонт күш. Есепте берейін? Есепте. Басынан аяғына дейін. Сіз шоферсіз ба? Шофырмын. КамАЗ, КамАЗ айдаймын. Сіздің тіліңізбен айтайын. Давай. Мынау табандай болған бір беті $9000. Төмен қарай түсе берейін ба? Төмен қарай түссек, 2 фарасы. Немене? 2 фар да, фара. Шоферлар дейді, фар. 2 фара. 2 фарасы $1000. $1000 болды. Кісен осалдырасыз ба? Дальнийден ұрасың сай. Қос $1500. Летсап берсеңіз. Летсап берем. Так, айырбак. Айырбакты ауыстыр. Айырбак бір айырылған екен, бірақ $1000 оғанда. Аха. Айырбак, қолымды көтір.
мына қасымда поворотниктер. О, ескі поворотниктің бәрін алып таста да жіңішкесін қойшы, әдемі қылып. Ана 300 мен 300 $600. Давай. Амортизатор, полный ходовка, колодка, полный ауыстыр. Майын ауыстыр алсаң, майын да ауыстыр жібер. Что-то сықырлап жүр, супыртын да қосып ауыстырып жіберсе оның. Полный. Амортизатор полный ма? Иә. Так, амортизатор майы сайымен багажник. Ей, багажға тиіспе, багаж тұра берсін. Нормальный багаж. Багажға тиіспе. Енді қараңыз. Без багажа. Без багажа. $16,000. $16,000 бересіз. Қатыныңыз қатын болып кіреді, қыз болып шығады. Точно. Сендердің аяғын итчесін, сенің аяғын итчесін. Міне, $16,000. Қан эс деп шықты ма? Бол. Аударып. еркек қой, еркек. Әне, Жоқ, жігіт екен, ақшасы бар. Еркек. Ал, бастайық. бастайық ал. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал, апар. Келіңіз. Апар. Мынау, мен күйеуіммен дабайласып қалайын, иә. Енді дабайласып қалайын деген сөз, қайырласып қалайын деген сөз ғой енді. Кім біледі алдынан не күтіп тұрған. Дұрыс, қайырласып қалыңыз. Давай! Давай басың, давай. Қыңсылама, Жой! Сылама. Көтер кеудеңді. Басын көтер. Көр. Әруақ. Мұна қатын қасына баруға қорқан беді. Қазір шығады. Мен жеп қойды, тикток дей ма, инстаграм дей ма. Көнбеді ма? Сода бір коуч дей ма, моуч деген біреулер бар екен ғой. Доктор, ана қатынға 2 наркоз салдым, ұйықтамай жатыр, не істейін? Ұйықтатса енді. Ол оңайлық Тірде ұйықтамайды. жасамайсың, ұйықтатса, тірде жасамайсың, көзін бақырайып жасатса, бір ақшасын берді ма? Балғамен ұрмасаң болмайды ғой енді оны. Сонымен ана инстаграмнан коуч деген біреулер бар екен, соны көреді, күндіз-түн соны көреді. Не болды? Болды. 3 наркоз салдым, өгіздің наркозын салдым, мен арза болдым ананың организміне ше. Барыңыз, доктор. Ал. Тәуекел енді. Құдай қуат берсін ал. Әуелі Алла болсын, сізге сендім мен. Доктор. Енді мына жерде ең қиын халық қарап отырды. Анадан қалай шығам мен? Одан бұрын мен қарап отырмын, бай халық не аласың, мен ғой бай. Апаршы кіріңіз. Барыңыз. Доктор. Ойбай, ой. Күш қуат берсін. Ай, кетті ау. Кетті ау. Ей, сен есің дұрыс па, бауырым? Адам $16,000 қатынға ремонт жасата ма, есің дұрыс па? Не апты? Ниваны 10 жерден сәндегенмен Нива джип болмайды ғой, чынды. $16,000 екі қыз аласың сен. Той істейсің. Қалғанына бір көбіл табылатын ғой, чаңган бар бәле. Мен адына løппін мен. Әйелім ханша болады, өзім хан болып жүрем қасында. Болып бітті ма? Жанымай. Өте ауыр болды, бірақ Бітті ма? бітті. Қалай жақсы болды ма? Қалай болды? Наркоздан. Сәтті болды ма? Наркоздан. Наркозда. Адам наркоздан оянамайды. Қалай былай жамалы дұрыс болды ма? Мынаны қарасаңшы, доктор, ішінен бір керсен шымай шықтан ағатыны. Сендер менің әйелім жүліктеп сатып атқан жоқсыңдар ма? Банан қабығы мен бакалашки кішкіме шығып атыр. Сосын сен қатының вообще бакалашканың қақпағын шешпейді ғой, шебереді ғой. Асқазанда бакалашканың қақпағы көп. Аш болса жұта береді ол бәрі. Қалай жақсы болды ма? Наркозда. Неғып оянбай жатыр? Наркозда. Ол тықыр еткен нәрсеге оянатын неғып оянбай жатыр? Наркоз оңай. Сендер бірдеңе қойыңдар. Осыдан бірдеңе. Наркоз оңаймаса. Наркоз оңаймаса. Міне. Ояндал. Құдайға шүкір. Ой. Түшкіріп жатыр. Иә, түшкіріп жатыр. Шүрген қайдам, еш жаман екен мұнан. Көрсе сен, не болса. Наркоздан адам оянамайды ғой, наркоз деген оңай ма? Жаным аман қалды ау. Оңай ма саған наркоз? Серік. Қараш, әйел адам ғой. Негізі наркоз алған адам өлім мен өмірдің ортасында болады. Есін жинай алмайды. Сондай қиналып жатса да бейшара бәрі әйел адам ғой. Сені іздеп, Серік деп жатыр. Серіктен кім ол? Танымаймын. Вот вопрос. Сен кімсің? Берікпін. Енді наркоз деген оңай емес. Адам сандырақтайды. Адам наркоздың кезінде
өлім мен өмірдің ортасында болады, сандырақтайды. Бала кезі, қыз кезі жүрген Серік Тегенгам! ойбай-ай! Серік Тегенгам! Кете! Сезім! Сезім! Танымаймын! Серік Тегенгам! Серік деді ғой! Танымаймын! О, рахатай! Анау не рахаттанып жатыр. Серік! ай, мынада бір сорлы қатын қайтадан серік деп серік таппай жатқан кез Не салдың маған, Серік? Ойбай, Серік бірдеңесін салып кетті ғой. Я, Серік Тегенгам! нарқоз ғой. Сезім! Серік Тегенгам! Ей, тоқташ! Ей, Серік деген мен ғой нарқос. Айтпайды серік деп, сен деп, серік таппай өтіп. Мен Серігім білмейсің мен ғой. Серік деген нарқоз саған осы. Сен бірден айтпайсың ба Серікпін деп? Мен Шымкентте Серік деген бір КамАЗ айдайтын бір өті сол бар екен деп қалдым ғой мен. Ойбай, сол, кетші бар. Сен серік. Кетші бар, сен қабақтай қатынға кім бар? Бес қатын, жібеш бәле қораға. Бәле қор білегесің. Айнан нарқоз деп білесің ба? Медицина ғылымын сен зерттемегесің. Неге Серікті айтады ол, неге мен Мерік деп айтпайды ол? Тез қарап тұршы. Не қалды? Тез қарап тұршы. Жібеш қатын. Шамын қантуызды бәле. Сюрприз. Кел. Бір шаңғы бар. Сән мына жерден ал. Қалай Берік? Әдем болдың ба? Жақсы. Айбай, соска болыпты ғой. Не болыпты дейсің? Соска. Бірақ дауысы бар ғой, сол ешек құсап деп қапты ғой бәрібір. Өзің қатының ғой. Ақыры өзгертіп атып қой, ақшаны аяғам, аясам ит жесін қатыннан. Давай. Тағы бір $2000 берейін. 3 мың. Дауысын өзгертіп берші, мен $3000 берем. Дауысын нәзік қап, Берік деп тұрсың. Дауысын өзгертуге болады. Өзгерт. Өйткені қазір бізде медицина ғылымы дамыған. Вакуум арқылы дауысын сорып шығаруға болады. Өй, не мен сорсаң, мен сор, әйтеуір дауысын өзгертіп берші. Сосын барға ақыры өзгертіп атыр қой, ақыры. Мынаншы, тағы да бір $5000 берейін. Мінезін өзгертіп берші, мінезін. Жептік дейіп менің айтқанымнан шықпайтын қып. Әу дей берсінші маған. Өзгерсіме. Мінезін өзгерте алмаймын. Өйткені Құдай мінезін өзгертпесе, мен өзгерте алмаймын. Оның мінезін Құдай өзгертеді. Мейлі, дауысын өзгертсең де сол. Дауысын өзгертуге болады. Фигурасың бірақ, фигурасың. Аударды. Қанша аударды? Міне $1000. Дауысын өзгертуге болады. Фигурасың енді. Шеше, дауысыңызды өзгерт деп жатыр. Барыңыз. Общий $20,000. $20,000 бересіз. Дауысы өзгереді. Енді вакуум арқылы өзгертуге болады. Егер свет болмай қалса, амал жоқ, өзім сұрым, басқа не істеймін. Жоя, вакуум неғып қалып. Барыңыз. Мұнан жүрегім ауырта бермей. Жоқ. Серік болмаса болды, пара берш сен. Серік болмаса болды, кете бер бар. Сен еще. Болды. Свет бар пока бізде. Давай. Жүр жеше. Болды. Мына аузыңыз сүртпесеңізші. Істегенсің. Маған да оңай. Даусым қалай? Өргіз жіберді ғой сорлы. Ұнады ма? Мяу. Ей, Тузик, мен аты кімет таныды көз? Шарик десей. Құтжол. Үйлеріңе барып істесіңдер, жеңше, қайтыңдаршы бар. Тістеп алайын ба? Тыш қайтыңдар, тыш кетіңдерші. Тістеп алайын ба? Тістеме, заражение болады. Денесін бәрі тігіз. Өзің тілін айтсаң, шпакулокмен тұрған әлі, шпакулок. Апқаткеден шықсын десе, я? Берік, кеше сен не дедің маған? Не дедім? Деді, көп нәрсе. Ойбай, істетпей ақ қой, онша емес болып қалады деп отыр едің ғой. Ақымақпын ғой, Көрді ма, зато күшті болды. Сездім, жаным. Бірақшы, что-то енді маған мынаның түрі ұнамай тұр. Оппо. Бұған да бір жасатып болады. Ой, жоқ, жалко мынаған онда жасатуға. Негізі жалко, иә. Я нервыма тиіп тұр да, қараған сайын. Бәрін сен бір бойын ұзартамайын ба мен? Я, давай онда, кеттім мен. Мазалама мен, түсіндің ба? Мазалама мен енді демалам. Не ғой, қажеті демаласыз, ше? Анаман, өзін жақ, істетпе дегенге қапаланып айтып тұр ғой, бірақ мазала демалайық дейді ғой. Намек қой, просто айтып отыр. Сен қазақша түсінесің бе неге?
қазақша түсінесің бе? Не болды? Ол саған айтып жатыр, мазалама мен дейді. Мен енді демалам дейді. Сезам! Ана сөйтіп айтпа не? Сезам, сенің семіз кезің жақсы еді ғой, Сезам! Беловодтан 17 қатын, Черноводтан 18 қатын кеп тұр, не істейміз? Бір сағат шай ішіп алсын деп, врач. Да? Иә. Сосын бақила кеп келіңдер, е. Бақила кеп жүре. Болды қазір, бір сағаттан келіңдер. Не болды соншама? Бақила кеп жүре. Бақила кеп тұр. Негізі, мен молда достарым болып қой. Құдайдың жаратқан 12 мүшесіне, Құдайдың жаратқан тәніне тиісуге болмайды. Алла тағала о баста жаратқанда сол адамның бәрін сұлу қылып жаратқан. Ол не толқы тиісуге? Татуировка ма қандай де? Мында сөз, не? Сурет сал деген мойны. Соның өз күнә екен. Мен айтуда айтам. Бірақ ақшасын берсе амал жоқ сой жүрерім. Ну ладно. Бақила кеп жүндіре. Рахмет сіздерге.